Сәлем достар, сендер мен Мералин. Иә, мен тағы да ұзақ уақыттан соң оралдым. Бұған көптеген себептер бар. Оның біріншісі мен қатты ауырғандықтан. Әрине денсаулық бірінші орында, сондықтан мен өзімді күттім. Ал екіншісі сабақ болатын. Менің школьник екенімді бәрі біледі. Менің бағаларым өте жақсы деп айта алмаймын. Өмірімді айтып бітірсем, бұл видео Тыңшы отбасы анимесінің жалғасы жайлы болмақ. Көп созбай бастайық. 13-ші бөлімнің басында бізге бір топ адамдардың бір жоспар құрып жатқандай көрінісін көрсетеді. Аня өзіне ит алғысы келетін. Олар бірінші Ллойдтың дайындап қойған итіне барады. Десе де Аняның күткені качок иттер емес еді. Сондықтан олар жануарлар приютына бармақ болады. Алайда Ллойдтың тағы бір тапсырмасы шығып қалады да сылтауратып кетіп қалады. Жолда жүргізушісі мәселені түсіндіреді. Бір министрге қастандық жасалатынын айтады. Оны жасайтындар Берлин университетінде оқитын националист топ. Сол бір националисті ұстағандықтан Ллойдты оны тергеуге шақырады. Ол оның басшысы лидерінің рөліне кіріп, барлық нәрсені сол істеді деп айтады. Мұның бәрі әлгі баланы сөйлету үшін еді. Сосын олардың орналасқан жерін тағы да басқа ақпаратты айтып береді. Бір сөзінде олар иттерге жарылғыш заттар қойып, солай теракт ұйымдастыратынын айтады. Оған қоса бұл иттер бұрынғы зертханаларда зерттеуден өткен ақылды иттер болатын. Кадр бір итпен келе жатқан адамдарға ұсады. Бір ақ ит жүгіріп барып бір баланы өлімнен арашалап қалады. Аня осы сәтте өзінің досын таңдамақ болып жүреді. Тағдыр екеуін қосып тұрғандай, Аня сыртта жүрген әлгі ақ итті көреді. Йорға білдіртпей оның артынан барады. Итті жетектеп келе жатқан адамдар жай адам емес еді. Аня олардың әңгімесін тыңдайды. Сөйтсе бұл әлгі националист топ болып шығады. Аняның оларды тыңдап тұрған білген олардың басшысы Кит оны өлтірмек болады. Бірақ бір кезде Аня итке қарайды. Сосын көз алдында біреудің қоңырау шалғанын көреді. Біраздан соң солай болады. Сөйтсе итте болашақты көре алатын қасиеті бар екен. Итпен бірге Аня үстіне мініп қашып кетеді. Бірақ ит өте ақылдылардан болып шықпайды да ұсталып қалады. Әлгі бұзақы енді жақындағанда біздің батырымыз келіп оны теннисный шарик қылып тастайды. Аня иттің жанында тұрады да тағы бір болашақты оның ойынан оқиды. Болашақта Ллойд қаза табып, соғыс басталып жатыр екен. Аня оның алдын алу үшін Йордан тағы да кетіп қалады. Осы уақытта националистердің бәрі ұсталып жатқан еді. Алайда олардың басшысы Кит қана ұсталмаған еді. Әлгі болашаққа әсер ететін де сол еді. Ол тыңшылар барады деген бір бөлменің есігінің тұтқасына бомба қойып қояды. Аня сонда барады. Бірақ сапер болмағандықтан ештеңе істей алмайды. Есесіне кетчуппен жазу жазып кетеді. Ллойд және қалғандары барғанда олар есікті ашпайды. Солай Аня болашақтың алдын алады. Ендігі мақсат Китті тұтқындау еді. Ллойд министрдің маскасын алып, Китті алдап, артынан әлгі ит жүгіру үшін оның киімін киіп алады. Китке қарсы жоспар жүзеге аспай, ол машинамен келе жатқан топқа гранатаны лақтырады. Ллойд жалғыз қалады. Алдында айтқандай, бұл топ иттерге жарылғыш заттар қоятын. Ит Ллойдқа, яғни министрге жеткенде кнопкамен оны баса саламын деп ойлайды. Десе де Кит оның шапшаңдылығына таңғалады. Ит оны тістемек болғанда Ллойд бомбаны алып үлгеріп, суға лақтырып жібереді. Ал Кит кнопканы басады. Сосын бомбаның суда жарылғанын көріп кетіп қалады. Йор болса Аняны іздеп жүрген еді. Сосын әлгі Аняға тиіскен Китті көреді. Ол мәшинемен жүйткіп келе жатады. Йор секіре салады. Басы істемейді ме десем, бірақ енді итак істемейді. Йор терминатор екен. Аяғымен мәшиненің траекториясын ауыстырып жібереді. Сосын ол столбқа барып қадалады. Аня әлгі итті өзімен аламын деп қоймай, Сколько мне еще раз повторять, чтобы ты не уходила без спроса? Сосын оны толығымен тексеріп, Аняға жібереді. Ит форжерлардың үйіне кіргенде өзінің қараңғы өткенін есіне алады. Ол да зерттеудің құрбаны, подопытный тәжірибе жүргізілген ит болатын. Жаңа қожайыннан ол жылулықты сезеді. Аня мектепке оралады. Оған қоса Дезмондқа жақын болу жоспарына да оралады. Ол ит жайлы әңгіме қозап, онымен сөйлеспек болады. Бірақ әңгіме иттің есіміне тірелгенде Дэмиан теріс айналып кетіп қалады. Себебі Аня итінің атын Шарик деп қояды. Бұл әрине онша емес ат. Серуендеуге шыққанда олардың қарым-қатынасы тағы да жақсарады. Кейін Аня ұзақ ойланып, оның атын атайды. Бонд. Бұл есім кімнің құрметіне екенін де айтады. Ол әлгі мультфильмдегі тыңшы Бондменге отсылка еді. Келесі бөлімде Йор өзін біртүрлі ұстайды. Ол саусақтарын әлдеңемен кесіп алғанын көрініп тұрады. Ллойд бұны тапсырма деп, ол жағынан басын қатырмайды. Бірде Йор Камиланыкіне барады. Сөйтсе ол тамақ істеп үйреніп жүр екен. Ол Камиламен бірге дайындалады. Онда Доминик Камиланың жігіті де болады. Йор жасаған тамақтан уланып өліп қалмас үшін дегустатор ретінде Юриді шақырады. Йор тамақ жасайды. Юри тауысып қояды. Ал Доминик пен Камила өліп қала
Камила Йорға анасы пісірген тамақты еске алуын сұрайды. Йор мен Юрий бір тамақты есіне алады. Йор оны әзірлейді. Үйіне оралған Йор тамақ істейтіндігін айтады. Бұл әрине Аня мен Ллойд үшін қорқынышты. Десе де тамақ дәмді болып шығады. Ертеңіне Ллойдты Фрэнкке шақырады. Сөйтсе Фрэнки ғашық болып қалыпты. Ллойд оған молодец, сау бол, бақытты бол дейді де кетіп қалады. Бірақ Фрэнки одан кеңес сұрап, жоспар құрып беруін айтады. Олар дайындалады. Ал енді Фрэнки Моника деген қызға барады. Бірақ Фрэнки өте әдемі болғандықтан Моникамен жараспайды. Қысқасы, Моника бас тартады. Депрессияға батып кеткен Фрэнки 1-2 кружка пивоны алып жібереді. Сосын оған досы қосылады. Мектепте сабақта балаларға қағаздан жануар жасау тапсырма беріледі. Аня Бондты жасамақ болып, мынаны істейді. Сосын Дэмианның ойын оқиды. Дэмианның әкесі Донован оған көп көңіл бөлмейтін. Сондықтан ол үлкен қағаздан отбасыларының рәмізі Гриффонды жасап, бірінші орын алмақ болады. Ал Аня оған көмектесетіндігін айтады. Бірақ оның қолынан ештеңе келмейді. Солай ол бір нәрсе жасайды. Оған қоса бірінші орынға иемденеді. 2 аптадан кейін Аняда тағы да емтихан болатын. Ал дәл сол күні ай тұтылатын. Ондай кезде Аня біреудің ойын оқи алмай қалатын. Кейін оған Юрий көмектеспек болады. Әрине тек қана әпкесі айтқандықтан ғана. Сосын Аня емтиханды тапсырады. Ллойд оның жақсы жазғанына күмәнданып, бір мұғалімнің рөліне кіреді. Емтихан қағаздары тұратын бір бөлмеге бармақ болғанда, алдынан біреу шығады. Сөйтсе бұл Жарық деген Астанияның тыңшысы болып шығады. Ол Ллойдта ымыртқа қарсы тыңшы ретінде жұмыс істейтінін айтады. Ұсталып қалатын жерлері көп болса да, ешкім одан сезіктенбейді. Ллойд ақыры әлгі жерге жеткен соң, Аняның қағазына қарайды. Ертеңіне Аня өзінің есімін 213 орыннан табады. Бірақ бұл оның көңілін түсірмейді. Керісінше көтереді. Зато соңғы болған жоқ. Ертеңгі күні бір Джордж Гломан деген оқушы үйінде болғанда, әкесінің өсегін тыңдап қалып, онда Дезмондтардың кесірінен бизнестері жабылады дегенді естиді. Сосын таңертең әкесінің кегін Дэмианнан алмақ болып, оны мектептен шығарып жіберетін жоспар құрады. Бірақ Аня бәрін біледі. Оның жоспары жүзеге аспайды. Сосын Дэмианға неге олай жасағанын түсіндіріп, бұл оның мектептегі соңғы күні екенін айтып, оны аяуын сұрайды. Бәрі оны аяп, сыйлықтар беріп, еселік болсын деп драматично шығарып салады. Ал сосын әкесіне барса, бәрі наоборот екен. Керісінше Дезмондтар олардың бизнесі банкрот болудан сақтап қалған екен. Енді Джордж мектепке ұялып барады. Тағы бір күні Аня ұйықтап қалып, сабаққа кешіге жазайды. Йор оның дышы формасын көріп, ұмытып кетті деп ойлап, оны апармақ болып, қиналып, зор дегенде апарса, ол бүгін дышы болмайды дейді. Мектептегі бір күн мұғалім балаларға өздерінің ұнататын мамандығы жайлы ақпарат жинап келуін айтады. Аня мұны ата-анасына айтады. Йор сол жайлы ойлап еді. Аня бірден Ллойдты таңдайды. Ллойд ауруханада жұмыс істейтін. Аня оның барлық әрекеттерін жазады. Бұлай мықты жазып салған ұқсап көрінеді. Десе де оның жазуы өте әдемі емес еді. Енді бірде Аня телевизордан сүйікті тыңшысының құпия хатты оқып жатқанын көріп, сондай жасағысы келеді. Ол оны Фрэнкиге беріп жіберіп, ештеңе демейді. Ал ол басында мән бермейді. Алайда үйіне барғанда оны қарайды. Сосын ол құпия хатты Аня емес, бір әдемі әйел берді деп ойлайды. Себебі онда бір мекенжай мен уақыт болған еді. Фрэнки болса түні бойы ұйықтамай, сақадай сай болып дайын тұрған еді. Фиона Фрост, Ллойдтың тағы бір тапсырмасына көмектесетін әйел. Оның да өзінің тыңшылық есімі бар еді. Бірақ қазақша нұсқада оның есімін аударғанда, ол да ымырт болып шығады. Десе де сендер өмірлерінде естімеген сөзбен атауға болады. Олар Алагөбе, Алагеуім, Алаң елең, одан да ымырт 2 деп атайық. Сонымен бұл кім? Фиона Фрост та өте мықты тыңшы. Кезінде ол Ллойдтың қол астында жұмыс істеген тыңшы еді. Несімен ерекшеленді десең, ол Ллойдты өте жақсы көретін. Ллойд үшін ол киімін жуып беру, ұнататын тағамын әзірлеу, айына 500 мың теңге табу, әрі келесі тапсырма жайлы ақпаратты көрсету және сенің әкең бұрын саған сабақты қалай оқытса, Аняны да солай күшпен оқыту. Аня тышып қоя жаздайды. Десе де бір амалын тауып, Йорға жабысады да оны жақсы көретінін айтады. Келесі күні Ллойд пен Фиона тапсырмаға бармақ болады. Тапсырма былай еді. Біраз жылдар бойы ешкім алмаған құжаттама еді. Ол құжаттамада екі елдің бір-біріне жасаған қылмыстары, адамдарға жүргізілген тәжірибе және әскерилердің өлімі, тағы да басқа жауыздықтар жайлы ақпарат жиналған еді. Бұл құжаттама басқа біреудің қолына түссе, соғыс басталары анық еді. Оны Эрик Захарис деген полковник бір жерге тығып қояды. Ал ендігі Фиона Кави Кэмпбелл деген коллекционер жайлы айтады. Оның подвалында көптеген өнер туындылары бар еді. Күн астындағы ханым деген суретте әлгі құжаттаманың қайда екені көрсететін құпия хат бар еді. Оны алу оңайға соқпайтын. Себебі Кавидің МКК-де
яғни мемлекеттік қауіпсіздік қызметінде связьдары бар еді. Фиона мен Ллойд сол суретті алу үшін Кэмпбеллдон деген теннис өткізетін жерге барады. Олардың мақсаты бәрін жеңіп, Кавиға жақындау еді. Жеңген топ қалаған суретін ала алатын. Ал міне ойын басталды. Олар бастапқыда бәрін оңай жеңеді. Десе де олар жеңбес үшін, олардың тағы бір қарсыластары неше түрлі құйтырғы әрекетке барса да, төрешіге бәрібір болғанына қарағанда, ол да солардың жағында екені көрініп тұр. Әлгі екеуі қанша тәсілді қолданса да, жеңіліп қалады. Ллойд пен Фиона жеңіске жетіп, Кавимен бірге подвалға түседі. Онда әлгі күн астындағы ханым бар еді. Фиона соны аламыз дегенде, Кави одан басқасын алуын өтініп, оның бос емес екендігін айтады. Сонда әлгі құпия хатты МКК алмақ болғанын түсінеді. Ллойд әдетінше масканы киіп, оларды оңай алдайды да суретті ауыстырып үлгереді. Сосын олар сәтті аяқталған тапсырмасымен қайтады. Олар Йор мен Аняның теннис ойнап жатқанын көріп тоқтайды. Ал Фиона Ллойдты қызғанып, Йорға бір партия ойнап жіберейік дейді. Фиона оны оп-оңай айырып жіберетініне сеніп тұрады. Йор подача бермек болады. Доп удардың қатты болғандығынан бөлініп қалады. Ал енді екінші попыткамен Йор ұрмақ болады. Мадараның ударынан қатты болған соққы Расынған құсап барып ұшады. Фиона оны ұстайды. Точно айтсам, ракетканы қойып үлгереді. Соққы ракетканы кесіп, сындырып өтіп ағашқа қадалады. Сосын Фиона жеңілгеніне сенбей, үйіне Себастьян болады. Ертеңіне тыңшылар әлгі құпия хаттағы құжаттаманың орналасқан жерін біліп, оны әкеледі. Ллойд құжаттаманы күтеді. Десе де Сильвия оған бір күнделікті береді. Оны ашып қалса, онда жас актрисалардың суреті бар екен. Эрик Захарис театр әлемін жақсы көретін. Ал енді неге бұл суреттерді сонша тығып ұстайды десек, оның әйелі мұны біліп қойса, оны өлтіретін. Сондықтан да Эрик бұны тығып қояды. Ллойд таң қалып, тағы да бір құпия жасырын сөз бар деп іздейді. Десе де бар құпия осы ғана еді. Келесіде Йор тағы да өзін біртүрлі ұстап, ал дәлірек көңілсіз болып жүреді. Ллойд бұны байқап, мұны бірден шешпек болады. Йор екеуі бір барға барады. Йор Ллойдты Фионаны жақсы көріп қалды деп ойлап, менімен ажырасады деп ойлайды. Сосын винодан ұрып жіберіп, ойындағысын айтады. Ллойд бұны Фионадан қызғану деп, мені жақсы көріп қалды деп қабылдап, тыңшылық шеберлігін іске қосады. Десе де Йор ұялып, Ллойдты бір ұрады. Қателескенін білген Ллойд соққыдан кейін тұрады. Бірақ соққы жай емес еді. Содан ол ұйықтап қалады. Ол кішкентай кезінде анасы айтатын бір әнді есіне алады. Оянса ол Йордың алдында жатыр екен. Ал Йор сол әнді айтады. Сосын ол екеуінің қарым-қатынасы жақсарады. Аня мен Бекке шоппингке бармақ болады. Олар онда ұзақ жүреді. Солай екеуінің достығы жақсара түседі. Тіпті екеуінің жақын дос екенін көрсететін әшекей алады. Бұл 24-ші серияның соңы. Арнаға тіркеліп лайк бас. Сау.